Бәріне сәлем. Бүгін менде посвящение, яғни арнау бірінші курс студенттері жаңағындай мамандыққа түскеніне орай, маман атанғанына орай, былайша айтқанда не болады, студент болғандарына орай посвящение болады. Ең бірінші сыбаға барам, одан кейін сабаққа қатысам, сабақтан шығып посвящениеға барамыз, қатыгеге келем. Бүгін дала жылы сияқты, сол үшін қатты қалың киінбедім. Аяқ киімді киіп ғана ертең міне өзімді бір көрсетіп қойайын дедім. Сосын кілтімді алып, светімді өшіріп, коридордың светін өшіріп, сосын шығып есікті жауып, сыбаға бара жатырмын. Үйдің алдына осындай тастар түсіп саған. Бәрін дұрыстап шетін бәрін жол салайын деп жатыр. Сонымен үстіп тастың үстінде каблукпен өтеміз. Бір аптадай болып қалды. Әлі салмады. Жақсы болатын болды. Мына жердің бәрін полностью жол. Бұрында батпақ болатын. Күздің кезінде жаңбыр жауғанда өте жақсы болды. Міне. Әжептеді. Ұзына. Өстісіп сәтті. Сондай әдетім бар. Жолды түсіре берем. Білмеймін неге екенін. Үйден шығып, сразу сыбаға бара жатырмын. Казаставадан шығып, сразу заттарымды алып шықтым. Обязательно сменкамен. Колледжға сменкасыз кіргізбейді. Потом жаңа ақ халат, барлығы жоқ шалбар, бәрін алып кеткем. Кеше жууға. Бүгін кеткен посвящениеға. Сабақ бәрі пардан кейін, пардың бәрі біткеннен кейін, обедте посвящениеға барамыз. Так как бірінші видеом қысқа болғандықтан, осы видеоны ұзақ қылғым келіп тұр. Дала жылы болып тұр, қандай. Бас киімсіз жүруге болады екен, нормальный. Но енді кешке қарай білмеймін, енді салқындап кетуі мүмкін. Бірақ бүгін дала күшті болып тұр. Мен еще осы жолмен алдымда тұрған мектепте оқығанмын. 11 жыл бойы. 11 жыл бойы. Плюс нулевой бар, 12 жыл бойы. Күнде осылай бар, күнде осылай қайтаттым. Осы жерден шығып, мектептен балалармен осяқты ойнайттығымыз. Ол кезде налар жоқ. Жолдар. Қызық кезеттім. Еще маған андай. Маған покаштоға ыңғайсыздау. Соткымды ұстап далада жүрген. Бұрында жарайды инстаграмға неге жай түк деп түсіресің ғой, ренгеннен кейін ба. Ал уже неде как будто да біреулер қарайтын сияқты, но это бастапқы уақытта ғой. Потом уже үйрен кетем. И каналға да жақсы ашылатын болам. Енді покаштоға өстіп барынша ашылып жатырмын. Мен негізі вообще необщительныймын. Андай қатты өмірде әңгіме айтпаймын. Үндемеймін, білмеймін. Енді соцсетке келген кезде ашылып әңгіме айтамын.
преподавателя высшей категории, отличника здравоохранения Молдину Айтмагамбетовну. Егер видео ұнаса, маған лайк бас, тіркел және қоңыраушаны басып кет.